Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай үй жағдайында керемет, пиццериядағыдай өте керемет, небәрі 8-10 минутта дайын болатын жұп-жұмсақ пицца дайындайтын боламыз. Барлық құпиясы бұл соусында. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін көріңіздер. Алдымен біз қамырын дайындап аламыз. Мұнда менде ұнын алдын ала електен өткізіп алдым. Және де үстіне ашытқымызды салып, секері тұзымызды осылай барлығын салып алғаннан кейін бір араластырып аламыз. Ендігі біз үстіне жылы суымызды құйып аламыз. Және де сұйық майымыздың шамалы бөлігін алып аламыз. Қазір біз қамырымызды елегенде бетіне жағып қоюға. Осылай сұйық майымызды құйып алдық. Ендігі жақсылап араластырып қамырымызды елеп аламыз. Өте жұмсақ, әдемі қамырымыз дайын болады. Мына осындай қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды бетіне қалған аздап алып қалған сұйық майымызды құйып, бетіне жағып, бетін жауып бір жарты сағатқа қойып қоятын боламыз. Біздің қамырымыз көтерілгенше біз соусын дайындап аламыз. Өте керемет соус дайындаймыз. Мұнда менде қызанақ, міндетті түрде осылай екі жағын осылай кесіп, бізге мұнда қабығын алып тастаймыз. Бізге қабығы қажет емес бұл соусқа. Сол себептен осылай барлығын кесіп аламыз. Ендігі қызанақтарымызды кесіп алдық, дайындап. Енді ыдысымызға қызанағымызды салып, қайнап тұрған ыстық суымызды құятын боламыз. Суымызды барлығын құйып, бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Бізде 15 минут тұрды. Ендігі осы қабықтары осылай жеңіл оңай түседі. Осылай барлығын сыпырып, қабығын алып тастаймыз. Бізге қабығы қажет емес. Осылай барлығын алып аламыз. Біз барлығын алдық та ортасынан бөліп ыдысымызға салып, үстінен осылай блендермен езіп аламыз. Ешқандай түйіршік қалмау қажет. Осылай барлығын жақсылап езіп алдық. Мына біздің қызанағымыз дайын болды. Ендігі біз ыдысымызға сұйық майымызды құйып, ұсақтап туралған сарымсағымызды салып, осыдан сарымсағымызды бір қуырып аламыз. Шамалы қуырғаннан кейін үстіне осындай орегано деген приправа болады. Сол приправамызды салып, тағы да жақсылап бір қуырып аламыз. Шамалы қуырғаннан кейін үстіне осы дайындап алған қызанағымызды құйып, осылай араластырып пісіріп отырамыз. Жақсылап барлығын бір араластырып жібереміз. Асты күйіп кетпеу үшін баяу отта бұлғап тұрамыз. Ендігі үстіне паприка саламыз. Паприканы да жақсылап бірге біріктіріп араластырамыз. Ендігі біз осы шай қасықтың ұшына шамалы тұз салып, дәмін келтіріп, барлығын жақсылап бір баяу отта бұқтырып аламыз. Бір минуттай бұқтырып пісіріп алсаңыздар болады. Енді біздің мына соусымыз дайын болды. Өте керемет соус. Біздің пиццамыздың дәмін келтіретін. Ендігі мына жарты сағаттан кейін біздің қамырымыз көтерілді, өте әдемі болып. Енді осы қамырымызды теңдей екі бөлікке бөліп алатын боламыз. Мұнда біз сонда 2 пицца шығатын болады бұл қамырдан. Қаласаңыздар, бұл қамырды 2-ге бөліп көзбен өлшесеңіздер де болады. Қаласаңыздар, таразыға салып бөлсеңіздер болады. Осылай өлшеп алдым. Екеуін де теңдей бірдей қылып өлшедім. Енді осы қамырымызды жақсылап иілеп жайып алатын боламыз. Қаласаңыздар қолмен осылай иілеп жайсаңыздар болады. Қаласаңыздар оқтаумен. Мен оқтаумен жайып алдым. Осылай әдемілеп жұқалап жайып алдым. 26-28 диаметрдей қылып осылай жайып алдым. Ендігі осылай жан жақтарын қайырып, барлығын қайырып шығатын боламыз.
осылай қайырып алдық. Ендігі екінші жағына аударамыз. Мына осылай жан-жағына бортиктерін шығарып алғандай осылай дайындап алдық. Ендігі пергаментный бумағымызды формамызға жайып, пиццамызды қойып, қамырымызды, ендігі банан дайындап алған соусымызды барлығын жабып шығатын боламыз. Соусымыз суды, өте керемет болып, енді осыны барлығы толық жауып тұратындай алып жабып шығамыз. Соусымызды жақтық. Ендігі мен осындай моцарелла, емірдің моцарелланы қолданамын. Сіздер қалауыңызша өзіңізге ұнайтын қолданып жүрген сырларыңызды, ірімшіктеріңізді қолдансаңыздар болады. Және де мен осылай алдын ала дайындап алған тауық етін дайындап алдым, қуырып. Сіздер қалауыңызша колбаса салсаңыздар да, фаршпен де дайындасаңыздар болады. Барлығы да өзіңіздің қалауыңызбен. Ендігі осы ірімшігімізді теркіден өткізіп, осылай үстінен барлығын сеуіп шығамыз. Ірімшігіміз көптеу болса, пиццамыз өте керемет дәмді болып шығады. Міне біздің қамырымыз барлығын дайындап алдық. Пиццамызды ендігі осыны алдын ала қызып тұрған 250-280 градуста 8-10 минутта пісіріп алатын боламыз. Одан артыққа көп ұстамаңыздар, әйтпесе ірімшігіміз күйіп, нанымыз қатып кететін болады. Міне кереметтей пиццамыз 10 минутта дайын болды менікі. Өте дәмді, керемет, сөзбен жеткізе алмаймын, иісі де сөзсіз керемет болып шығады. Әсіресе балдардың көңілінен шығатынына 100% сенімдімін. Міндетті түрде балдарыңызға жасап беріңіздер. Егер де осы видеом сіздерге ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Рима. Келесі видеода кездескенше.